Қуық безі обыры ер адамдар үшін аса қауіпті әрі алғашқы сатыларда байқалмайтын онкологиялық ауру. Бұл дерт көбіне 50 жастан асқан ерлерде анықталады, бірақ соңғы жылдары аурудың жасарып бара жатқаны байқалады. 40 жас шамасындағы ерлерден де жиі табылуда. Қуық безі медициналық атауы простата, бұл ер адамның ұрық шығару жүйесінің маңызды мүшесі. Ол қуықтың астында орналасқан және уретраны, зәр шығару арнасын қоршап тұрады. Бұл без шәует құрамына кіретін арнайы сұйықтық бөледі. Қуық безі обыры осы түндерде қатерлі жасушалар пайда болуынан туындайды. Олар ақырын, кейде жылдар бойы білінбей өседі. Ал байқалған сәтте обыр мүшеден шығып, өзге органдарға таралуы мүмкін. Бұл метастаз деп аталады және өте қауіпті. Статистикалық деректер. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2023 жылғы мәліметі бойынша, жыл сайын әлемде 1.400.000-нан астам ер адам қуық безі обырына шалдығады. Қазақстанда бұл ауру 4.000-нан астам ер адамнан анықталады. Бірақ өкінішке қарай, науқастардың көбі тек аурудың кеш сатысында ғана дәрігерге қаралады. Аурудың негізгі белгілері. Қуық безі обыры алғашқы сатыда ешқандай белгі бермеуі мүмкін. Сондықтан жыл сайын тексерілу өте маңызды. Ал ауру белгілері білінсе, әдетте мынадай болады. Зәр шығару кезінде ауырсыну немесе күйік сезімі. Зәрдің қысымы әлсіз болуы немесе тоқтап қалуы. Жиі зәр шығару, әсіресе түнгі уақытта. Шәуетте немесе зәрде қан ізі. Жыныстық әлсіздік, эрекция проблемасы. Бел, жамбас, сан немесе арқадағы созылмалы ауырсыну. Негізгі себептері. Жас ұлғаюы, 50 жастан асқанда қатері артады. Тұқым қуалаушылық, егер әкеңіз, ағаңыз немесе атаңыз ауырса, сізде де қауіп жоғары. Қимылсыз өмір салты, дене белсенділігінің төмен болуы. Артық салмақ және дұрыс емес тамақтану, майлы, өңделген тағамдардың көп мөлшері. Гормондық теңсіздік, еркектік гормон деңгейінің өзгеруі. Қалай анықталады? 1. Простаталық спецификалық антиген деңгейіне қан тапсыру. Бұл қан анализі қатерлі өзгерісті ерте көрсетеді. 2. Тік-ішек арқылы саусақпен тексеру, дәрігер простатаның көлемін, қаттылығын, пішінін тексереді. 3. Ультрадыбыстық зерттеу немесе МРТ. 4. Қажет болса, биопсия, тін бөлігін зертханалық тексеру үшін алу. Емдеу жолдары. 1. Хирургиялық операция, радикалды простатэктомия. Обыр тек қуық безімен шектелген болса, без толық алынып тасталады. Бұл ұзақ мерзімді сауығуға алып келетін тиімді тәсіл. Қазіргі таңда ота лапароскопиялық және роботтық тәсілмен де жасалады. Бұл қалпына келуді жеңілдетеді. 2. Сәулелік терапия, радиотерапия. Обыр жасушаларын сәуле арқылы жою. Кей жағдайда операцияның орнына немесе кейінгі кезеңдерде қолданылады. 3. Гормондық терапия. Еркек ағзасындағы тестостерон гормоны обырдың өсуіне әсер етуі мүмкін. Сол себепті гормон деңгейін азайту арқылы обырдың дамуын тоқтатуға тырысады. Әсіресе ауру таралған жағдайда пайдалы. 4. Химиотерапия. Обыр басқа ағзаларға тараған жағдайда қолданылады. Қатерлі жасушаларды жою үшін арнайы дәрі-дәрмектер пайдаланылады. 5. Белсенді бақылау. Кейбір ерлерде обыр өте баяу дамиды. Ондай жағдайда емдеудің орнына тұрақты тексеріс жасалады. Бірақ бұл тек дәрігердің ұсынысы бойынша ғана іске асырылады. Қорытынды. Қуық безі обыры үнсіз келіп өмірді жалмап келетіндер. Бірақ дер кезінде анықталса, ол емделеді. Бірінші сатыда анықталған науқастардың 98%-ы 5 жылдан аса өмір сүріп, толық сауығуға мүмкіндік алады. Сондықтан жыл сайын урологқа барып, ПСА анализін тапсыру, бұл жай ғана сақтық емес, бұл өмірді сақтау.